Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз рулет Рафаэлло әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, аппақ көбік пайда болғанша миксерлейміз. Кейін жұмыртқалы массамызға қантты аз-аздан қосып, көлемі 5-6 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Енді сұйық май қосып араластырамыз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, жұмыртқалы массамызға қасықтап қоса отырып, лопаткамен жай-жайлап араластырамыз. Осы кезде асықпаған дұрыс. Пергамент қағазы төселген формамызға қамырымызды құйып, қызып тұрған пеште 160 градуста 15-20 минут пісіреміз. Піскен соң видеода көрсетілгендей етіп орамалға орап, суытуға біраз уақыт береміз. Ол суығанша кремін әзірлейміз. Творожный сырға сгущенканы қосып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін үстіне салқындатылған 33% сливкиді құйып, қою крем болғанша миксерлейміз. Енді рулетімізді жинауға кірісеміз. Рулетімізді орамалдан алып, үстіне кремімізді қалыңдап етіп жағамыз. Бетін тегістейміз. Үстіне миндальный слайсы себеміз. Сеп болған соң рулетімізді тығыздап ораймыз. Енді шоколадный глазурь әзірлейміз. Ол үшін ақ шоколадты су буында ерітіп, оған сұйық май мен кокосовая стружканы қосып араластырамыз. Рулетімізді темір решетканың үстіне орнатып, үстіне шоколадный глазурьді құямыз. Жан жағын тегістеп, холодильникке кемінде 1 сағатқа қоямыз. Кейін оны әсемдейміз. Осымен рулетіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басыңыздар.